Түркістан облысының Төле би ауданына қарасты Сайрам Өгем шатқалында тағы бір адамның мәйіті табылды. 22 маусым сағат 11:50-де Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағының құтқарушылары мәйітті Айғыр жыққан және Өгем өзендерінің тоғысқан жерінен 2 шақырым жоғарыда су түбінен тапқан. Мүрдені тасымалдау үшін Қазавиа құтқару акционерлік қоғамының тікұшағы оқиға орнына бара жатыр. Табылған мәйіт сараптама жасалу үшін полиция қызметкерлеріне табысталады. Іздестіру жұмыстары 8 бағыт бойынша жүргізілді. Оған 107 адам, 17 бірлік техника, 3 квадрокоптер, 4 кинологиялық есеп пен 1 тікұшақ жұмылдырылды. Естеріңізге сала кетейік, 25 мамыр күні сағат 18:30-да 112 пультіне 7 туристің жоғалып кеткендігі туралы хабарлама келіп түскен. Іздестіру жұмыстары 27 тәулік бойы жалғасты. Бұған дейін 3 турист құтқарылса, тағы 3 туристің мәйіті табылған болатын. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі барша азаматтарға таулы жерлерге қауіпсіздік шараларын қатаң сақтап, дайындықсыз тауға шықпауға кеңес береді.